Сәлем. Баспана маркет отбасы банк KZ сайтында үйлерге заявка бере аласыз. Міне новостройки деген жаңа салынған үйлер, вторичка деген ескі салынған үйлер. Міне осындай суретімен болады, бағасы қойылады, квадрат метрі қойылады, код объекті, залогқа сай деп көрсетіледі. Мысалға мына біреуді бассақ, Севере Казахстан, яғни осы жақтағы үйлер. Міне әр бөлмесінің суретін енгізген, собственник Алтай, бағасын көрсеткен. Міне 6 адам көрген осы рекламаны. Осылай ескі үйді де көрсеңіздер болады. Міне барлығы енгізілген. Мына жерде консультация онлайн видеомен жасасаңыздар болады. Немесе анкета толтырып консультацияға заказ берсеңіздер болады. Мына жерде описаниясы болады. Продаю двухкомнатную квартиру, Улучшенка район, Сокола, неугловая, ухожена, пластиковые окна, ипотека любого банка. Кез келген банктың ипотекасымен беріледі деп жазылған. Жалпы мәлімет жазылған. Объект, высота потолка, санузел, балкон бар, мебель, безопасность, телефон, интернет проводное. Здание, год стройки 1977, тип дома бетонные панели, общежития нет, детская площадка, тихий двор, благоустройство, парковка наземная, лифт, пассажирский грузовой деген. Яғни главныйсын бассаңыз, сізге гид по недвижимости деп шығады. Яғни жаңа үйлер госпрограммамен алуға болады. Мына жерде Қызылорда облысы шықты, Алматы, Восток, Астана, Восток, Алматы. Показать все дегенді бассаңыз, барлық үйлерді сізге көрсетеді. Мінекей, жерде ЭЦП болу керек, тіркелу керек. Новостройканы басасыз. Вторичка және жаңа үйлері. Новостройки. Осылай үйлерді көре берсеңіз болады. Мына жерде интернет-банкинг, ипотека, калькулятор есептеп береді, жаңалықтар шығып тұрады. Үйдің программалары туралы жазылған. Карта сайта деген жаңағы карта шығып тұрады. Бассаңыз, сізде қай жерде орналасқанын көрсетіп береді. Новостройка деген жаңа үйлер. Мына жерде мына біреуді бассаңыз, мына кнопканы звонокқа заказ бере аласыз. Мына жерде видео консультация жасай аласыз. Мына жерде отзыв жаза аласыз. Мына жерде бассаңыз, WhatsApp номеріне шығасыз. Мына жерде Telegram каналына тіркеле аласыз деген сөз. Әскери баспана, шаңырақ, свой дом, және де женская ипотека умай, субсидирование, аренды депті. Мына жерде вайтиді бассаңыз, телефон номерімен кіресіз. Бұрынғы сақталған парольмен де өшіп кетіпті. Гость деген, яғни сайттың бетін көре аласыз. Баспана бизнес деген жаңағы застройщиктердің кабинеті. Ол кісілер ЭЦП-мен кіре алады және бин парольмен кіре алады. Егер сіз жаңағы застройщик болсаңыз, осылай создавать етесіз аккаунтты. Паролін ұмытпасаңыз, восстановление пароля дегенді басасыз. Бұл сайттың кереметтілігі ешқандай не емес, өтірік емес. Действительно, заявка тастап, үйге 20% үйдің ақшасын құясыз. Содан кейін ала бересіз. Болмаса үйдің 50%-ын құясыз. Банк арқылы ала бересіз, оформить ете бересіз. Сайтты жасаған адамда сәл технический нелерге қарамаған екен.
мысалға шығатта объявлениялар, и ол жаңалар төбесіне көтеріліп кете береді. Лучше бір мына жерде, например, кнопканы басып бүкіл үйлер шығатындай қылып істеп қою керек та. Например, тастайын десең, мына жерде екінші баяғы үйлер уже рекламалары астына түсіп кетіп жатыр. Мына показать всені бассам, мен өтіп кеткен нелерді таппай жатырмын, иә. Сайтым өшіп қалды. Мына жерде осылай болып қалса, мына обновить дегенді басып жібересіз, страница недоступна болып қалды менде. Вот, кішігірім осы баспана сайт туралы мәлімет. Каналға тіркеліміз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Тағы не айта кетеміз? Мына жерде Шымкент деген таңдап қоя аласыз, болмаса өз қалаңызда тұрсаңыз, сол қаланы таңдап қоя аласыз. Қазір көбісі нұрлы жер шаңырақпен немесе свой доммен алып жатыр, госпрограммамен үйлерді. 5-10-20 деген бағдарлама. Новое направление программы нұрлы жер для очередников МИО. Яғни үй кезегінде тұрған азаматтардың берілетін программа бойынша үйлері 5-10-20. Яғни олар толық емес отбасылар, мүгедек балдарды асырап отқан адамдар, және де Ұлы Отан соғысының ардагерлері, солар қатыса алады деген сөз. Мына жерде условиялары жазылады, до 5%. Ал мына жерде минимальный первоначальный взнос от суммы деп тұрады. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз.